Бәріңе сәлем, сіздермен Раха Кизет арнасы. Бүгін мен сіздерге 75:00 атты киноны қысқаша баяндап беретін боламын. Ал сіз арнамызға жаңадан келген болсаңыз, дереу арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Киноның басында ұшуға дайындықты аяқтаған екі стюардессаны көрсетеді. Жолаушылар келіп өз орындарына жайғаса бастайды. Мұнда біз ең бірінші балайына бара жатқан екі жұппен танысамыз. Қыз олардың бірге уақыт өткізуіне кедергі жасайтын адам болмаса екен деп тілейді. Және ол жек көрініш түрмен тамақты опырып отырған еркек туралы айтады. Әйтеуір соның қасына отырмасақ болды дейді. Сосын біз тағы да екі жұпты көреміз. Олар да демалу үшін достарымен жолға шыққан екен. Олардың артынан күдікті көрінген және әдемі киініп алған еркек келеді. Ол аяғының астына бір кейісті жасырады. Ал стюардесса келіп, затыңызды жоғарыға қойыңыз деп өтінеді. Достарымен жолға шыққан екі жұптың аттары Бред пен Пия екен. Олар айырылысып кеткен болса да достарына айтпай демалысқа шыққан. Олардың арасында шиеленіс бар секілді. Осы кезде тәкаппар әйел олардың қасына балалы әйелдің келе жатқанын көреді. Және бізбен бірге отырмайды деп үміттенеді. Сосын семізгісі өтіп кетеді. Ол енді бос орынға өз заттарын қоя бергенде, ол жерге қара киінген қыз отырып алады. Ал арғы жағына бір әйел отырып алды. Ол қызға орын ауысайық дегенде, бұл жер онсыз да ыңғайлы деп келіспейді. Содан кейін бізге видеозвонокпен жігітімен сөйлесіп отырған қызды және оның қасында отырған жігітті көрсетеді. Ол нағыл екен. Бірден қызбен сөйлесіп, өз жоспарын айта бастайды. Оның әңгімесін стюардесса бұзып, планшетін өшіруін өтінеді. Жігіт қызға бұл жай ғана басқаратын байка, оны өшіру міндетті емес дейді. Ол планшетті алып өзі өшіреді. Және ақыры ұшақ аспанға көтеріледі. Жігіт сөмкесіндегі бүкіл гаджеттерді алып көрсетеді. Және олардың әлі де қосылу екенін айтып мақтанады. Сымтетікке бұл әсер етпеді. Қыз оның сымтетігінің көп екенін байқайды. Және біз бұл заттардың заңсыз түрде алынғанын білеміз, яғни ұрланған. Осы кезде Лиз көрші отырған әйелге тойындағы суреттермен жүзігін көрсетеді. Мұны естіген әйел мынандай жабайылармен отырғанша басқа орынға барайын деп кетіп қалады. Әрине ол суреттерін қасындағы қызға көрсетпек болды, бірақ оған да қызық болмады. Ұшу кезі әдеттегідей болады, және стюардессалар жолаушыларды өсектеп өз міндеттерін орындауда. Бір кезде ұшақ шайқала бастайды. Алайда бірден бәрі өз орнына келді. Бәрі жақсы, бірақ костюмдегі еркек емес. Ол тұншыға бастады. Стюардесса оны көріп, дереу борттан дәрігер бар ма деп сұрайды. Бред дәрігер екен. Ол жүгіріп келіп, еркекке не болғанын түсінуге тырысады. Еркек оның қолын ұстап, менің ұшақта өлуіме жол бермеші деп өтінеді. Оның жағдайы одан бетер нашарлай бастайды, және ол қайтыс болады. Олар оның өмірін сақтап қалуға барынша тырысады. Жүрегіне массаж жасап, жасанды ауа береді. Алайда мұнысынан түк шықпады. Пилотқа бортта өлі дене бар екенін хабарлайды, және бірінші класстағы адамдарды көшіріп, мәйітті сонда қоюды шешті. Лиз қара қызға өтірік қорықпай отырған адам секілді отыра бер дейді. Қара қыз оған өлім өмірдің бір бөлшегі деп жауап қайтарады. Еркектің денесін әкеліп креслоға жатқызады. Әйелі күйеуіне жасанды ауа бергені үшін оған жақындамайтынын айтады. Бірақ ол бұл сұраққа жауап берді. Және ол кеткенде еркек қара қызбен тіл табысып, оған өлім туралы дұрыс айттың деді. Сымтетігі көп жігіттің қасында отырған қыз әжетханаға барып жүктілік тестін жасады. Осы уақытта салонда біртүрлі жағдайлар орын ала бастайды. Стюардесса кофені төгіп алып, оның қалай буланып жатқанын көреді. Дәрігер өз саусағының көгере бастағанын байқады. Ал бөтелке жиырыла бастады. Ұшақ болса шайқалып иіле бастады. Және күрт төмендейді. Бұл туалеттегі қызды төбеге жабыстырады. Басқа жолаушылардың барлығы өз орнынан секіреді. Оттегі массалары ұшуда, ал паникаға түскен адамдар оларды кие бастайды. Салонда қысымның төмендеуі орын алды. Бір пилот масканы киіп үлгерді. Ал екіншісі үлгермеген соң есінен танып қалды. Дәрігердің қызы да есін жоғалтты. Өйткені оның маскасы іске аспайды. Ол қызына өзінің маскасын беріп, өзі басқасын тауып алады. Бірақ анасы мен қызына көмек керек екенін көріп, оларға жүгіріп көмектесті. Сосын өзі жаңа маска алды. Қызының есінен танып қалғанын байқады. Оған барып ауа бергенде ол есін жиды. Туалеттегі қыз талып қалды. Бірден бәрі тоқтайды. Және екінші пилот есін жияды. Олар жолаушыларға қысымның төмендеуі орын алғанын хабарлайды. Бірақ олар бөлімді оқшаулаған. Және қазір қысым қалыпты жағдайға оралды. Стюардесса туалеттегі қызды жүктілік тестімен бірге тауып алды. Және оған маска таққанда ол есін жияды. Бред пен Пия аман қалған баланы көріп, олар әрдайым балалы болуды армандағанын айтады. Бірақ бірдеңе дұрыс болмаған. Бред барлығын басынан бастайық дейді. Бірақ ол бас тартты. Өзінің суреттерін қарап отырған қыз монитордан өлген еркекті көрді. Шошып кетеді. Алайда мұны білдіртпейді. Осы уақытта ұры жігіт жоғарыға шығып кетті. Бай адамнан пайда табу үшін. Еркектің қолынан жырып алғаны оны еш ұялтпайды. Соңында ол онымен бірге видеоға түсуді ұйғарды. Алайда өлі дене олай ойламайды. Ұры жігіт атып тұрып жерге құлайды. Және бірдеңені көріп, үрейленіп айқайлайды. Бұл уақытта пилоттар диспетчермен байланысуға тырысуда.
бірақ тек статикалық дыбыс естіледі. Дәрігер телевизордан әлгі еркекті көреді. Стюардесса терезеден ұшып бара жатқан Боингті байқады. Олар дерлік жақын ұшуда, және олар сымтетігі көп жігіттің көрінбей қойғанын байқады. Олар жігітті іздей бастайды, және еркектің денесі де орнында жоқ екенін көреді. Туалетте қыз тағы жүктіліктесін жасамақшы болады, бірақ астынан әлгі еркек пайда болып, оның аяғынан ұстайды. Дәрігер стюардессаны естіп, жолаушыларға өлі денемен жігіт бір уақытта жоғалғанын, және де оны телевизордан көргенін айтып береді. Келіншегі де ноутбуктан көргенін айтты. Олар еркектің багажын ашуды ұйғарады, және кейсті тауып алды. Кейстің ішінен қуыршақты тапты. Қара қыз мұның жай қуыршақ емес, бұл өлім қуыршағы екенін айтады. Өлген адам бостандыққа шығу үшін оның өмірімен байланыстыратын барлық нәрседен бас тарту керек. Қуыршақ оны кейінгі өмірге апарады. Олар бұл еркек екі өмірдің ортасында қалып қойғанын түсінді. Сондықтан ол барлығына көрінуде. Багаж бөлімінде стюардесса марқұмның заттарын табады. Ол сөмкесін ашқан кезде бір қол шығады. Қыз артқа шегінеді, бірақ бұл оны құтқармайды. Келесісі пилот болып шықты. Екінші стюардесса да қол созып жатқанын көреді де ол жерден қаша бастайды. Оны жолаушылар тауып алып, бәрі дұрыс па деп сұрақ қояды. Бірақ жоқ, оның жағдайы мәз емес. Бәрі қаша жөнеледі. Алайда қара қыз қалып, қараңғы бұрышқа қарап отырады. Сосын ол жерден өзі шығады. Ол өзінің сыңарына жақындап, оны құшақтады. Ал қалғандары пилотты тауып, жағдай нашар екенін түсінеді. Сонымен қатар туалеттегі қызды да тапты. Бір рет салонға кіріп, ол жерден қорқып шығады. Қалғандары ішке жүгіреді, және ол өзінің сүйіктісін алып, ішке апарады. Олар барлық жолаушыларды және өздерін көреді. Барлығы өз орнында отыр, бірақ та жүректері соғуды тоқтатқан. Олар шын мәнісінде не болғанын көреді. Қысымның төмендеуі кезінде олардың ешбірі аман қалмаған. Пилоттан бастап бүкіл жолаушылар, және олардың барлығы өмірлеріне жабысып тұрған рух екен. Телевизор қосылып, жаңалықтардың хабарлауынша, олардың ұшағы байланысын тоқтатқан, және ұшатын Боинг бортта тірі жан жоқтығын тіркеген екен. Олардың барлығы оттегі маскаларының дұрыс жұмыс істемеуінен тұншығып қалған. Олардың ұшағы автопилотта және жанармай таусылған бойда тынық мұхитына құлайды. Бред пен Пия тағдырларына мойынсынып, Пия оның қолын жібермеуін сұрайды. Киноның соңында біз балайына бара жатқан қыздың әлі де ұшақта екенін көреміз, және ол өз тағдырын қабылдай алмады, бірақ қол оны тауып алды. Осымен кино аяқталады. Видео ұнаса арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.